Zombie apocalypse. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен Маклер. Бүгінгі видеом Reward приложениясы арқылы ақша табу жайлы. Reward приложениясын Play Market'тен іздеп, өздеріңіздің телефондарыңызға орнатасыздар және оны ашасыздар. Сіздер ашқан уақытта регистрация жасайсыздар міндетті түрде. Бұл жерде регистрация екі түрде: ВКонтакте және Google аккаунт арқылы. Мен ВК арқылы регистрация жасадым. Өздеріңіз ыңғайларыңызға қарай екеуінің біреуін таңдап кірсеңіздер болады. Жалпы бұл жерде қалай ақша табамыз? Бұл жерде приложенияның ішінде өзінде заданиялар бар. Яғни сол заданияларды орындау арқылы ақша табуға болады. Ол заданиялар сізге бірінші кірген уақытыңызда, яғни өзі приложение ұсынатын болады өзіңізге ыңғайлы заданияны. Соны орындап ақша таба бересіздер. Қандай задания болуы мүмкін? Ол заданиялар, яғни бір приложенияны орнату өзіңіздің телефоныңызға және оны 2-3 күндей удалить етпей қолданып жүру. Яғни тек қолданғанда тек оны ашып бір 30 секунд немесе 2 минуттай ашып отыру. Және сіз сол үшін ақша аласыз. Мысалы, мен 3 задания орындадым. Оның біреуін орындап қойдым. Менде қазір 2 задания қалды. Және бұл жерден промокод арқылы, яғни реферальный код арқылы ақша табуға болады. Менің кодымды жазу арқылы сіздерге 5 рубль бонус ретінде беріледі. Қазір бір заданияны орындап көрейік және оған қанша ақша төлейтінін, қалай орындайтынын барлығын көрсетемін. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай приложение жүктелді. Бірақ та бұны Play Market'тен ашпаймыз. Яғни приложенияның, яғни ақша тауып жатқан приложениямыздың ішінен, Reward'тың ішінен ашатын боламыз. Міне бірінші пунктқа орындалды. Екінші пунктқа өтеміз. Открыт'ті басамыз және 30 секунд күтуіміз керек. Мен қазір 30 секунд өткізіп жіберемін. Тек регистрация жасаудың қажеті жоқ. Бұл жерде тек приложение ашылса болды. Міне 30 секунд шамасында өтті. Және қазір Reward'қа қайтадан кіреміз. Бұл жерде страницаны обновить ету керек. Сол кезде бізге ақша түседі. Мысалы, менде қазір 15 рубль тұр. Сыртқа шығамыз, артқа басамыз. Міне 16 рубль. Уже маған ақшаны берді 2 задания орындағанымда. Қазір үшіншісі 30 қалдырамыз және тағы көбейетін болады. Міне қазір мен 30 жаздым. Қазір приложениеға қайтадан ораламыз, Reward'қа. Мен 30 жаздым, бірақ маған әлі ақша түскен жоқ, себебін білмедім. Бірақ та кейіннен келетін шығар, әлі проверкада дейді, әлі тексеріс үстінде. Сол себепті қазір уақыт созбай мен сіздерге ақшамды шығарып көрсетемін. Ол үшін деңгейді басамыз және міне Kiwi бар, WebMoney бар и мобильный счет. И біздің историямызды көруімізге болады. Қазір Kiwi'ге шығару әлі болмайды дейді. Оған дейін мобильный счетқа шығаруымызға болады. Қазір мен мобильный счет таңдайын и мобильный счетқа шығарып көремін. Бірақ та толық ақшамды шығармаймын, себебі ертең Kiwi болатын болса, Kiwi'ге шығаратын боламын. Сол үшін мен қазір бұл жерге 5 рубль шығарып көремін. Минимальный вывод 22 рубль екен. Сол себепті қазір мен тағы да заданиялар орындап, сосын қайта шығаратын боламын. Мен қазір 23 рубль жинадым. Негізінде Kiwi кошелекке минимальный сумма шығаратын вывод 3 рубль болатын, 3 рубль шамасында. Бірақ мобильный счетқа өкінішке орай 21 рубль екен, 22 рубль. Қазір мен 23 рубль жинадым. Міне задания орындадым бөлек. Жаңа заданиялар. 3 приложениені таптым және 7 рубль 8 рубль шамасында жинадым. Қазір шығарып көремін.
Және айтқандай бағана отзыв жазған едім ғой, сол отзывыма ақша келді. Қазір соны көрсете салайын. Міне орындалды деп тұр, птичка ұрып. Енді екінші күні ашсам, маған тағы да ақшасының бір бөлігін береді. Яғни әр күн ашқан сайын бір рубль шамасында. Қазір ақшамды қайтадан шығаратын боламын. Көрейік, шығады ма екен, шықпай ма екен. Сосын видеоның соңында ақша түскен кезде немесе түспегенін айтатын боламын. Міне қазір 8 сағатқа дейін екен. Егер ақша түсетін болса, видеоны жалғастыратын боламын. Және де бұл приложенияда бір минус. Бір приложенияларды установить еткенде, ол жерде өңшең казино жайлы, басқа да ақша табатын приложениялар жайлы, сондайларды, мусорларды өзіңіздің телефоныңызға жүктейтін боласыз, орнататын боласыз. Бірақ сіздер ол ақша табуға сенбеңіздер, ол жерде өңшең реклама. Және менде міне қалған сумма 0,26 рубль. Қазір мен историямды көрейін. Міне қазір сағаттың суреті шықты жанында. Міне статуста сондай сурет болып тұр. Егер де түсетін болса, меніңше ол жерде жасыл птичка ұрылады. Егер де түскен жағдайда мен сіздерге видеоны мен басқа телефон номерға салған болатынмын ақшаны. Қазір соған түсті. Қазір мен скриншоттарды жасап алдым. Қазір сол арқылы көрсетемін. Яғни мен түнгі 11 шамасында заявка бердім, ал ол маған таңғы 5:30 шамасында келіп түсті. Қазір сообщенияның скриншотын көрсетемін. Міне Билайн номерге салған болатынмын. Сағат таңғы 5:39-да түскен сообщение, жаңа сообщение. Қазір кіріп толығырақ ашып көрсетемін. Үшінші скриншотта. Міне өзіңіз көріп отырғандай, бұл приложение арқылы ақша сапсақ болады. Яғни мен рубль арқылы шығарған болатынмын, бірақ маған 116 теңге болып түсті. Мен өзім 23 рубль шығардым. Барлығыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын.